Социализмнің шведтік моделінің белгілері қандай? Бұл модель кейде әлеуметтік мемлекет немесе әлеуметтік демократиялық үлгі деп те аталады. Себебі ол социализм мен капитализмнің кейбір белгілерін өзара үйлестіре білді. Шведтік модель термині 1960 жылдардың соңында пайда болды. Дәл осы кезеңде Швецияда экономиканың жылдам өсуі байқалды. Әлеуметтік реформалар табысты жүргізілді. Халықтың өмір сүру деңгейі едәуір артты. Бұл жағдай көптеген зерттеушілердің назарын аударып, Швециядағы әлеуметтік экономикалық дамудың ерекше жолын жеке модель ретінде қарастыруға мүмкіндік берді. Шведтік модельдің басты ерекшелігі мемлекеттің әлеуметтік саладағы белсенді рөлі. Мемлекет барлық азаматтарға әлеуметтік кепілдіктер мен жеңілдіктерді қамтамасыз етеді. Денсаулық сақтау, білім беру, зейнетақы жүйесін толық немесе басым түрде қаржыландырады. Халықты әлеуметтік қорғауды өз жауапкершілігіне алады. Осы мақсатта мемлекет кәсіпкерлік табыс пен жеке табысқа жоғары салықтар белгілейді. Жиналған салықты әлеуметтік қызметтерге қайта бөледі. Нәтижесінде, қоғамда барлық азаматтардың өмір сүру деңгейіне тең қолжетімділігі қалыптасады, ал әлеуметтік теңсіздік айтарлықтай азаяды. Шведтік модель нарықтық экономиканың тиімділігін мойындайды. Сондықтан, өндіріс құралдарының көп бөлігі жекеменшік қолында қалады. Мемлекет, кәсіпорындардың өндірістік қызметіне тікелей араласпайды. Нарық еркін жұмыс істейді. Алайда, нарықтық экономикада белгілі бір әлеуметтік мәселелер туындайды. Мысалы, жұмыссыздық, табыс теңсіздігінің өсуі. Бұл мәселелерді шешу үшін мемлекет еңбек нарығында белсенді саясат жүргізеді. Жұмыссыздарды қайта даярлауға жағдай жасайды. Пайданың бір бөлігін салық арқылы қайта бөліп, әлеуметтік қолдау көрсетеді. Мұндай саясат функционалдық социализм деп аталды. Яғни, социализм өндірісті емес, оның нәтижесін реттейді. Шведтік модельдің тағы бір маңызды белгісі әлеуметтік теңдікке ұмтылу. Оның көріністері тегін немесе қолжетімді білім беру, сапалы медициналық қызмет, зейнетақы мен тең қамсыздандыру, барлық азаматтардың өмір сүру деңгейіне тең құқығы. 1970-1980 жылдары мұндай саясат жүргізетін елдер әл-ауқатты мемлекеттер деп аталды. Швеция осы ұғымның классикалық үлгісі. Соғыстан кейінгі Швецияның ерекше белгісі еңбек пен капитал арасындағы ымыра. Бұл жүйеде кәсіподақтар өте күшті болды. Кәсіпкерлер ұйымдары жақсы ұйымдастырылды. Жалақы төлеу мәселелері орталықтандырылған ұжымдық келіссөздер арқылы шешілді. Кәсіподақтар жұмысшылардың әртүрлі топтары арасындағы ынтымақтастықты қолдады. Әлеуметтік тұрақтылыққа ықпал етті. Осының арқасында қоғамда әлеуметтік қақтығыстар азайды. Тұрақты даму қамтамасыз етілді. 6. Шведтік үлгінің мақсаттары. Жұмыспен толық қамту. Кірістерді теңестіру бұл мақсаттардың жүзеге асуына социал-демократиялық жұмысшылар партиясының ұзақ уақыт билікте болуы. Кәсіподақтармен тығыз ынтымақтастығы. Қоғамдағы әлеуметтік келісім дәстүрі әсер етті. Шведтік үлгінің қалыптасуына әсер еткен факторлар. Сыртқы саясаттағы бейтараптық. Екі дүниежүзілік соғысқа қатыспауы. Капитализмге бейбіт жолмен өтуі. Реформизмнің басым болуы. Келісімге ұмтылатын ұлттық мінез-құлық. Осының барлығы шведтік үлгінің тұрақты дамуына негіз болды. Сонымен, кең мағынадағы шведтік үлгі дегеніміз жоғары өмір сүру деңгейі, кең әлеуметтік саясат, нарықтық экономика мен мемлекеттің тиімді үйлесімі, әлеуметтік теңдік пен тұрақтылықты көздейтін жүйе. Бұл үлгі социализм мен капитализмнің аралас, әлеуметтік демократиялық нұсқасы ретінде тарихта маңызды орын алады.